Біздің өмірімізде, дәл қазір біздің өміріміздегі барлық ғажайыптардың барлығы кей кездері адамның ойынан туған, қиял ғажайып арманнан туған, ғажайып үлкен ғимараттар, ұшақтар, қазір біздің сізбен қолданып отырған телефон, гаджеттер, оның барлығы газ, газдың өзін Абай Құнанбаевтың өзі бір кездері айтып кеткенде отынсыз от жағасыңдар деген сияқты. Алыс ұзақ жерлерге арбасыз ақ тез барасыңдар, бір сәтте ғана жетіп барасыңдар деген сияқты сол кезде біліп, сол кездің өзінде бір түйсік деп айтады ғой, интуиция деп айтады ғой, сол түйсікпенен сезініп, сол кезде түсініп, сол кезде өлең жолдарында қалдырып кеткенде. Қараңыз, қазір біздің өміріміздегі барлық ғажайыптардың барлығы кей кездері бір адамның басында, ойында пайда болған нәрсе. Осының өзінен ақ біздің ойымыздың, подсознаниямыздың, миымыздың күші қандай керемет екенін біле берсек болады. Себебі өміріміздегі қазір барлық ғажаптың барлығын, барлық дәмді тамақ, керемет жерлер, керемет ғимараттар, демалыс орындары, барлығын адам қолымен жасалған, барлығының барлығы ол адам миында бірінші пайда болған нәрсе, адам ойынан пайда болған нәрсе. Бірінші ойда пайда болып, ол неше жылдан бері соны ойлап жүрді. Одан кейінгі оның ұрпақтары сол нәрсені жүзеге асырып жатыр. Өте биік ғимараттар да сол адамның миынан туған. Телефонның өзі бір адамның ойына келіп, сол ойынан пайда болған нәрсенің барлығы қазір біздің өміріміздің бір салтына айналып кетті. Осының өзінен ақ сіз біле берсеңіз болады, ойдың күші қандай керемет екенін, мидың күші қандай керемет екенін, біздің қолымыздан барлығы келетінін, біз өзіміздің өмірімізді керемет қылып өзгерте алатынымызды, қалаған бағытымызға бұра алатынымызды осының өзінен ақ байқасаңыз болады. Сонымен қоса бұның минус жағы да біз неше жылдан бері айтып келген ақыр заман болады деген нәрсенің барлығы қазір Турцияда, Сирияда жер қимылысының барлығы, соның барлығы да бірінші бір адамдардың басынан туған нәрсе, ойында пайда болған нәрсе. Және көп адам үнемі сол ойды ойлап, ақыр заман келеді, жер қирайды, адамдар қырылады дегеннің де барлығы, бұның да барлығы адам ойынан туған нәрсе. Түсініп тұрсыздар ма ойдың қандай керемет екенін? Қазір бұнымен келіспесеңіздер де, өз еріктеріңіз, келіссеңіздер де, келіспесеңіздер де, себебі бұл факт, бұл заңдылық, бұл әлемнің заңдылығы, Құдайдың бізге беріп қойған бір керемет ғажап күші деп айтатын едік. Осы басымыздағы бейсанамызды, өз ойымызды неге біз қалаған жағымызға қолданбасқа, неге армандарымыздың орындалуына бағыттамасқа, неге жақсы өмір сүруге, жаннаттағы жер бетінде жаннаттағыдай жер жасауға тырыспасқа. Қазір сіздің өміріңізде бір қандай жада өзіңізге ұнамайтын жағдайлардың барлығы, оның да өзі сіздің кей кездері басыңызда пайда болған ойлар. Үнемі, особенно қазір соңғы кезде көбейіп кеткен измена тақырыбы, сатқындық, күйеуінің өз әйеліне сатқындық жасауының барлығы ойдан пайда болған нәрсе, программаланған. Или бала кезде сіз біреуден көрдіңіз сатқындық жасағанын, измена жасағанын, и қазір соны ойлап, менің күйеуім измена жасай ма екен деген сияқты қорқыныштарменен қазір сіздің өміріңізде болып жатса, соның өзін сіз өзіңізге тартып алдыңыз деген сөз. Енді біздің армандарымыз қалай орындалады, қалай біздің ойымызбенен түпкі санамыз, миымыз қалай жұмыс істейді, ол қандай құбылыс, оны сондай қандай не деген керемет күш, оны қалай пайдалану керек, чтобы біз армандарымызға, мақсаттарымызға тездетіп жету үшін. Ол үшін сіздің ойыңызбенен,
санаңызбенен, түпкі санаңыз, бейсанаңыз бір бағытта жұмыс істеген кезде ғана сіз қалаған өміріңізге жете аласыз. Қалаған армандарыңыздың барлығын орындалатын болады. Өздігінен ақ сіз даже ештеңке жасамасаңыз да өз армандарыңызға жете алатын боласыз. Себебі біздің санамызбенен бейсанамыз көбінде екі бағытта жұмыс істейді. Біз саналы түрде қаншалықты қаласақ та жақсы ақша табуды, бай болуды, бизнесмен болуды, шетелдерге қыдыруды қаншалықты қаласақ та, бірақ біздің бейсанамызда сол ақшаға деген бір қорқыныш тұратын болса, программа, яғни блок тұратын болса, онда сіз ақшаны таба алмайсыз. Себебі біздің түпкі сананың күші, мидың күші, біздің подсознаниямыздың күші ол өте керемет. Сізді ол ар жақтан басқарып тұрады. Сіздің 5 минут алдын, 5 минуттан кейін не істейтініңіздің өзін подсознание басқарып тұрады. Сіз ертең, бір айдан кейін не істейтініңіздің өзін сіздің подсознанияңыз басқарып тұрады. Ол қалай? Ол сіздің, біз бала кезден туылғаннан бастап өмірімізде көрген барлық оқиғаның барлығы, жақсы болсын, жаман болсын, ол біздің подсознаниямызда опыт ретінде жазылып қалды, яғни программа ретінде жазылған нәрсе. Осы программа арқылы қазір сіздің болашағыңызды өзіңіздің түпкі санаңыз дәл осы программа бойынша басқарып, сол программа бойынша жасап отыр. Сіз 13-14 жасқа дейін ата-анаңыздан көрген опыттың барлығын өз программаңызға, өз басыңызға жаздыңыз, және өзіңіз тұрмысқа шығып, тұрмыс құрған кезінде, отбасы құрған кезінде, сол отбасылық өмірде көрген, ата-анаңыздан көрген программалардың барлығын өз өміріңізде неосознанно дейді ғой, санасыз түрде соны өз өміріңізде жасайтын боласыз. Себебі бұл сіздің басыңызға жазылған программа. Енді қараңыз, дәл осылай және ақшаға да, егер бала кезінде сізді ақша үшін, бір танысыңызды, туысыңызды, әкеңізді ақша үшін бір ұрып кетті, или тонап кетті, или өлтіріп кетті деген нәрсе болатын болса, онда сіздің басыңызда ақша жаман деген, ақша қорқынышты деген, ақша болса қатыгездік болады деген программа жазылып тұр. Кімнің басында осындай программа болса, ақшасы барлардың барлығы адам менсінбейді, адаммен дұрыс араласпайды деген программалардың болса, сіз өміріңізде дәл сондай адамдарды тартатын боласыз. Сізді менсінбейтін, сіздің қасыңызда ақшасы көп, бірақ сізді менсінбейтін, сізді жақсы арақатынас жасамайтын сізбен, сондай адамдарды тартасыз, және де сондай адамдарды сіз өзіңіз өміріңізге тартып алып келдіңіз. Және де сізде қазір ақшамен проблема болатын болса, онда сіздің басыңызда ақша жаман, ақша қатыгездік шақырады, ақша болса жаңағындай тағы бір нәрсе, ақша болса жамандық болады, ақша болса менің балдарым құтырып кетеді, ақша болса мен өзгеріп кетем деген программа тұрған кезде, сіздің басыңызда, яғни подсознанияңызда сол программа тұрған кезде, сізге түпкі санаңыз ақша келтірмеудің барлық жолын жасайтын болады. Сізге түпкі санаңыз айтатын болады. Омекен, мысалға Омекен, Салтанат, или саған ақша келуге болмайды. Егер саған ақша келетін болса, өміріңде осындай опасностьтар болады. Себебі сенің басыңда осындай установка жазылып тұр. Ал сіздер білесіздер, мені кім оқып жүр, мені кім таниды, білесіздер, сіздер установка мен программа ол міндетті түрде орындалатын нәрсе. Сондықтан да сіздің подсознанияңыз сізді қорғау үшін, сізге жақсы болу үшін, сізге ақшаны алып келмейді. Сіз қашан сол установкаларды, блоктардан арыласыз, қашан сіз солардан шешесіз, травмалардан құтыласыз, сол кезде ақша сізге оңай және көп мөлшерде келетін болады. Және дәл солай сіздің арманыңызға байланысты да қыдыру, саяхаттау, үлкен үйде тұру, соның барлығында да сіздің басыңызда белгілі бір блоктар, белгілі бір программалар бар деген сөз. Сіз қашан осы программалардың барлығыменен
құтылған кезде, сіз қашан осы травмалардың барлығын емдеп бастаған кезде сіз өз өміріңіздегі керемет өзгерісті байқайтын боласыз. Себебі қазір заман дамып кеткен, білім дамып кеткен және өзіміздің түпкі санамызбенен, өзіміздің травмамызбен, блоктарымызбен жұмыс істеу барлығымыздаға да қол жетімді нәрсе болып қалды. Ол үшін сіз міндетті емессіз психологқа барып, психотерапевтке барып, сіз өзіңізде осы техникаларды, менде курс бар, именно осы техникалармен жұмыс істейтін алгоритмдер, техникалар, практикалар, осыны алып сіз өзіңіз де жұмыс істей аласыз. Сондықтан өміріңізді өзгерткіңіз келсе, жаңа дәрежеге шыққыңыз келсе, отношениеңізді дұрыстағыңыз келсе, қымбат машиналар алғыңыз келсе, көп ақша тапқыңыз келсе, саяхаттағыңыз келсе, балаларыңыз баршылықта өскенін, оқығанын, керемет қалаған жерлеріңізде оқығанын қалайтын болсаңыз, онда сіздің өз өміріңізді басқаратын инструмент деп айтайын, өз өміріңізді басқаратын инструментті менің курсыма келіп ала алатын боласыз. Ол жерде өзіңіздің травмаңызбен жұмыс істей аласыз, блоктарыңызбен жұмыс істей аласыз, подсознанияңызбен, түпкі санаңызбен сөйлесіп, оны өзіңіз қалағандай программалай алатын боласыз. Біздің өміріміздегі барлығы біздің басымыздағы программа. Тағы да айтайын, біздің өміріміздегі барлық нәрсе ол біздің басымыздағы программа. Дәл қазір сіз мені көріп отырған болсаңыз, онда дәл сізде кейбір кездері дәл осындай маманға жолығып, мен сияқты, өміріңізді өзгерткіңіз келген ниетіңіз болды. Өміріңіздің кейбір тұстары ұнамады. Өмірімді өзгертсем деген бір ниет болды. Содан кейін сіз мені тартып отырсыз және мені қазір бақылап көріп отырсыз. Сондықтан да өмір деген өтіп бара жатыр. Өміріңізді өзгерткіңіз келсе, маған WhatsApp-қа или мына жерге дайректке жазсаңыз болады, или комментарийға сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Подсознание туралы, мен тағы да не естігіңіз келеді, түпкі сана туралы, травмалар туралы, қалай жұмыс істейтіні туралы, тағы не білгіңіз келеді, қандай тақырыпта видеолар салғанымды қалайсыз, астына комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Мен барынша сіздерге пайдалы болуға тырысам, барынша пайдалы өміріңізді өзгертетін техникалар, ақпараттар беріп тұруға тырысамын алда. Сол үшін активно болып, астына мені лайк басып, мені қолдап, менің видеоммен бөлісіп және астына комментария қалдырып кетуіңізді сұрайтын едім. Рахмет сіздерге.